Сәлем достар, сіздермен бүгін үй жағдайында сахарный пудра жасаймыз. Ол үшін қантымызды таразымен өлшеп аламыз. Блендер немесе измельчительдің көмегімен қантымызды асықпай 10-15 минуттай жақсылап осылай үгітіп шығамыз. Қантымыз ұн сияқты жұп-жұмсақ және жеп-жеңіл болу керек. Сондай қалыпқа жеткенше блендерімізді өшірмейміз. Дайын болған қанттың тағын барлық торттарға қолдана беруге болады. Сливкимен де қолдансаңыздар да болады. Сіздермен болған Мадина Каркенқызы. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.